Сәлем достар, біз сіздермен дөңгелектің ауданы, сектор мен сегмент аудан тақырыпты қарастырудамыз. Бізде келесідей тапсырма берілген. Яғни берілген фигураның боялған бөлігінің, яғни боялған бөліктерінің ауданын табу керек. Бұл жерде бізде не берілгеніне мұқият қарайық. Бұл жерде мына бөлік, яғни үлкен дөңгелектің радиусы А-ға тең екенін көруге болады, және іштей сызылған дөңгелектің диаметрінің ұзындығы А-ға тең екенін көруге болады, және екі шеңбердің центрлерінің ара қашықтығы 2 А-ға тең екені берілген. Олай болса, бізге алдымен сыртқы, яғни боялмаған түріндегі фигураның ауданынан алып тастау керек 2 мына дөңгелектің ауданы. Ал енді олай болса, алдымен сыртқы фигурамызды қарастырайық. Сыртында бізде мынандай фигура, яғни екі жағы жарты шеңбермен және ортасында тік төртбұрышпен шектелген фигура. Яғни мына бөліктің ауданын табу керек. Екі жарты дөңгелекпен ортасындағы квадратты. Яғни бұл жерде квадрат 2 центрлердің ара қашықтығы 2А деген сөз, яғни ішкі тік төртбұрыштың ұзындығы 2А-ға тең деген сөз. Ал енді бір дөңгелектің, яғни үлкен дөңгелектің радиусы А болса, онда оның диаметрі, яғни толығымен диаметрі де, мына бөлігі де 2А-ға тең деген сөз. Олай болса, мына іште орналасқан квадраттың ауданын оңай табуға болады. Яғни бұл жерде сыртқы фигура деп белгілейік. Сыртқы фигураның ауданын табу үшін бізге қосу керек бір дөңгелектің ауданына қосу керек бір квадраттың ауданын. Яғни енді бұл жерде дөңгелектің ауданын табайық. Яғни мына бөлігіміз жарты шеңбер, мына екінші жарты шеңбер. Қосатын болсақ, толық бір дөңгелек шығады. Яғни дөңгелектің ауданы бұл жерде бұның радиусы А-ға тең болғандықтан пи А квадрат. Ал оған қосамыз, квадраттың ауданы қабырғалары 2А-ға тең болғандықтан 4А квадратқа тең. Сонда сыртқы фигураның ауданы жақшаның ішінде пи қосылған 4, жақшаның сыртында А-ның квадратына тең. Енді бізге іштей сызылған екі дөңгелектің ауданы, яғни бір дөңгелектің ауданы тауып 2-ге көбейтсек жеткілікті. Яғни S ішкі деп белгілейік, яғни ішкі бөлігіндегі. Бұл жерде бізде екі дөңгелек, яғни бір дөңгелектің ауданын тапсақ, бұл дөңгелектің диаметрі А-ға тең болса, онда радиусы диаметрінің жартысы, яғни А-ның жартысына тең деген сөз. Яғни кіші R деп белгілейік, бұл бізде А-ның жартысына тең. Ал олай болса, ішкі дөңгелектің ауданын табатын болса, пи көбейтілген А-ның квадраты бөлінген 4. Яғни пи бөлінген 4А квадрат деген сөз. Енді бізге боялған бөліктің ауданын табу үшін S боялған деп белгілейміз. Бұл бізде S сыртқы, яғни сыртқы фигураның ауданынан азайтамыз 2 ішкі фигураның ауданын. Сонда сыртқы фигурамыздың боялған бөлігінің барлық ауданы пи қосылған 4А квадратқа тең. Азайтамыз 2 көбейтілген бір дөңгелектің ауданы пи бөлінген 4А квадрат. Енді жақшаны бұл жерде 2 мен 4 қысқарады. Жақшаны ашып ықшамдайтын болсақ, пи А квадрат қосылған 4А квадрат азайтылған пи бөлінген 2А квадрат. Бұл жерде ұқсас мүшелері пи мен пи бөлінген 2. Бұл жерде екеуіне ортақ бөлім беретін болсақ, 2 болады. Сонда 2 пи А квадрат бөлінген 2-ден пи бөлінген 2А квадратты азайтатын болсақ, яғни жалғастырамын, жоғары бөлікке тең. Бұл өрнектен азайтсақ, пи бөлінген 2А квадрат қалады. Және қосылған 4А квадрат. Екеуінде ортақ А квадрат шығарсақ, бұл боялған бөліктің ауданы пи бөлінген 2 қосылған 4, жақшаның сыртында А квадратқа тең. Балалар, біз сіздермен дөңгелектің ауданы, сектор мен сегменттің ауданы формуласына арналған есептерді шығардық. Келесі кездескенше сау болыңдар.